Қазақстанда 300-дей кәсіпкерлер қауымдастығы бар, дегенмен олардың бір-бірімен байланыстары нашар. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, кәсіпкерлердің ортақ бір ұйымға топтасуы экономика тиімділігін арттырады. Бұл бағытта елімізде Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заң қабылданды. Құжатқа сәйкес ұлттық кәсіпкерлер палатасы өңірлік кәсіпкерлік палаталарын әрбір облыста республикалық маңызы бар қалада, аудандарда құра алатын болады. Ұлттық палатаның жоспарына сәйкес тіпті шетелдерде де ұйымның бөлімшелері ашылады. Атырауға арнайы келген Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Сәрсенбай Еңсегенов кәсіпкерлерді ұлттық палатаның жұмысымен таныстырды. Бұның ең бір артықшылық себебі неде? Артықшылық жәмен айтып отырмын, бізде қазір кәсіпкерлердің салалық ассоциациялары бар. Әрбір салалық және кәсіпкерлердің ұйымдары бар. Бірақ бұл ұйымдардың басын біріктіретін ортақ бір ұйым жоқ. Сондықтан мемлекетпен екі арадағы байланыста, үкіметпен екі арадағы байланыста бір ортақ бір үлкен ұйым керек. Бұндай мықты ұйым біз осы жаңадан құрылып жатқан ұлттық палата болады деп есептейміз.